Қайырлы күн, құрметті көрермен, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, назарларыңызда Астана қаласы коммуникациялар қызметінің онлайн баспасөз мәслихаты. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 9 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жұмысы тақырыбы аясында өтпек. Бүгінгі құрметті алаңымыздың құрметті спикерлермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Еркеғали Карбозов Дәулетханұлы, Астана қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары. Тоқбаев Айдын Қайроллаұлы, Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 9 балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы. Құрметті қонақтар, алаңымызға қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі Еркеғали Дәулетханұлы, өзіңізде. Рахмет, қайырлы күн, құрметті бүгінгі брифингке қатысушылар мен тыңдаушылар. Енді жаңа атап өткен Астана қаласына дене шынықтыру және спорт басқармасына қарасты нөмір 9 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде олимпиадалық спорттың 9 түрі дәріптеледі. Олардың ішінде атап айтатын болсақ, жеңіл атлетика, семсерлесу, қазіргі 5 сайыс, үстел теннисі, триатлон, бадминтон, садақ ату, нысана көздеу және стенд ату спорт түрлері дәріптеледі. Жалпы бұл мектептің қызметі жайында қазір Айдын Қайроллаұлы өз таратып айтып беретін болады. Ал енді біз қалалық спорт және дене шынықтыру басқармасы тарапынан жасалып жатқан осы жұмыстарға қатысты айтатын болсақ, еңселі елордамызда бұл жалпы дүбірлі додалар топ жарып, еліміздің абыройын асқақтатып жүрген саңлақтар жетерлік. Оның ішінде айтып өтетініміз күні кеше Қытайда өткен, Ханчжоуда өткен 19 жазғы олимпиада ойындарында, жазғы Азия ойындарында қазіргі 5 сайыстан жеке жарыста 5-ші орынды иеленіп, келесі жылғы Париждағы олимпиада ойындарына жолдама алған Елена Потапенко деген спортшымызды атап өтеміз. Сондай-ақ осы мектебіміздің мақтаныштары ағайынды Колода Анастасия мен Екатерина бар. Жалпы біздің Астана қаласы елордамызда жеңіл атлетиканы дамытуға барлық жағдайлар жасалған. Яғни біздің Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешенінде спортшыларымыз жаттығып қана қоймайды, ол жерде түрлі халықаралық деңгейдегі жарыстарды ұйымдастырылады. Атап өтетін болсақ, былтырдан бері ол жерде 3 халықаралық жарыс өткізілді. Бұл Әмин Тияқовтың жүлдесіне Eurasian Indoor Athletics Meeting, оған әлемнің 4 елінен 176 спортшы қатысып, 15 дисциплинадан жүлделер ойнатылды. Сонымен қатар осы 2023 жылға келетін болсақ, бұл Астанада алғаш рет World Athletics Indoor Tour Silver Level жарыс өтті. Оған ТМД елдерінің 15 елінен 100-ге жуық спортшы қатысқан болатын. Сонымен қатар жабық алаң ішіндегі жеңіл атлетикадан 10-ші Азия чемпионаты да осы Қазақстан спорт кешенінде бой көтерген болатын. Оған әлемнің 30 елінен 500-ге жуық спортшы жеңіл атлетиканың 26 дисциплинасынан қатысқан болатын. Ал енді келесі жылды 24 жыл жақында келе жатыр. Келесі жылды бұйыртса біз жеңіл атлетиканың World Athletics Indoor Tour Gold Label жарысы жоспарлануда. Бұл жарыс 2024 жылдың 27 қаңтарында Қазақстан жеңіл атлетика кешенінде ұйымдастырылады. Бұл жарысқа жеңіл атлетиканың 12 түрі қамтылатын болады. Жалпы бұдан бөлек бұқаралық спортқа келетін болсақ, қала тұрғындарының жеңіл атлетикамен белсенді айналысатын атап өткім келеді. Жазда әр демалыс сайын әртүрлі марафондар мен жартылай марафондар, жергілікті әуесқой жарыстар өткізіліп, оған қала тұрғындары белсене атсалысады. Осы сынды жетістіктеріміз күннен күнге артып, ел спортының дамуына өз үлесін қосып келеді. Мұның барлығы еселі еңбекпен тәлім берген тәлім бапкерлердің жемісі деп білеміз. Ал өз тарапымыздан қаламыздың спортшылары үшін бұдан әрі де қолдау көрсетіп, жағдай жасауға барымыз салатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, құрметті Еркеғали Дәулетханұлы. Келесі сөз кезегі спорт мектебінің басшысы Айдын Қайроллаұлы, өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев халыққа жолдаған үндеуінде салауатты өмір салтын насихаттап, бұқаралық спортты дамытудың айрықша маңыздылығын атап өтті. Әсіресе балалардың спортпен айналысуына жағдай жасау қажеттігін, мұның бәрі халықтың денсаулығын жақсартуға мүмкіндік беретіндігін, мемлекет спорт инфрақұрылымын жетілдіруге көп көңіл бөлетінін атап өткен болатын. Сондай-ақ бұқаралық спортты дамытуға тұрғындардың ынта білдіріп, белсенді атсалысуы маңызды екен және мемлекет бұған барлық жағдайды жасауға тиіс екенін айтты. Қазіргі таңда мемлекет басшысының жолдаған тапсырмаларын орындау мақсатында балалар мен жасөспірімдерді спортқа
баулу, салауатты өмір салтын насихаттау және резерв дайындау мақсатымен Астана қаласы әкімдігінің номер 9 балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебінде бұқаралық спортты дамытуға ерекше көңіл бөлетінін айта отырып, атқарылып жатқан қызметі жөнінде қысқаша мағлұматпен таныстырып өтейін. 2008 жылдың 25 желтоқсанында Астана қаласы әкімінің қаулысымен номер 9 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі құрылды. Қазіргі таңда мектебімізде 9 олимпиадалық спорт түрі бар. Олар жеңіл атлетика, семсерлесу, қазіргі 5 сайыс, үстел теннисі, триатлон, бадминтон, садақ ату, нысана көздеу және стенд ату. Мекемемізде 42 жаттықтырушы жұмыс атқарады. Оның ішінде семсерлесу спорт бөлімінің жаттықтырушы Андрей Чурбаков және нысана көздеу бөлімінің бапкері Каршима Галина еңбегі сіңген жаттықтырушы атақтарына ие. Нысана көздеу спорт бөлімінің бапкері Ольга Давгун Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген спорт шебері болып табылады. Қалған жаттықтырушылар жоғары 1-2 санаттағы жаттықтырушы атағына ие. Қазіргі уақытта мектебіміздің контингенті 693 спортшыны құрайды. Оның ішінде 9 спортшы халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 26 спортшы спорт шебері, 72 спортшы спорт шеберіне үміткер және 157 спортшы дәрежелі спортшылар. Мектебіміздің спортшылары Қазақстан Республикасы чемпионаттарында, республикалық жарыстарда және халықаралық жарыстарда үлкен жетістіктер көрсетіп жүр. Тоқтала кетсек, стенд ату спорт түрінен Садақбаева Адель ағымдағы жылдың қаңтар айында Марокко елінде өткен әлем кубогының жеңімпазы және Эль-Кувейт қаласында наурыз айында өткен Азия кубогының жеңімпазы. Семсерлесу спорт түрінен Федотов Александр наурыз айының 2 мен 9 аралығында Ташкент қаласында кадеттер мен юниорлар арасындағы өткен Азия чемпионатының жеке және командалық есепте чемпионы және жүлдегер болды. Және биылғы өткен Ханчжоу қаласында Қытай елінде өткен Азия ойындарының қола жүлдесін жеңіп алды. Биылғы қыркүйек айында Ташкент қаласында Азия кубогында найза жаттығуында Естеу Мансур қола жүлдегер атанып, қылыш жаттығуында Қалдарбекова Малика қола жүлдені жеңіп алды. Қазіргі 5 сайыс спорт түріне келсек, Шаульский Давид және Дученко Валерия осы жылдың Көкшетау қаласында өткен Азия чемпионатының жеңімпаздары. Триатлон спорт түріне Ержанова Диана Гонконгта өткен Азия чемпионатының жеңімпазы және Қазақстан Республикасы чемпионаттарының бірнеше дүркін жеңімпазы. Шабалина Екатерина Кореяда өткен Азия чемпионатының күміс жүлдегері және Айнегов Рамазан Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін жеңімпазы. Жеңіл атлетика спорт түрінде мектебіміздің мақтанышы егіз спортшымыз Колода Анастасия және Колода Екатерина. Анастасия Ташкент қаласында өткен Азия чемпионатының жеңімпазы атанса, Екатерина осы жарыстың күміс жүлдегері болды. Нысана көздеу спорт түрінен Цуканов Кирилл Қазақстан Республикасы чемпионатының бірнеше дүркін жеңімпазы және 6-шы жазғы спартакиадасының жүлдегері. Бимаканова Аяна ағымдағы жылдың сәуір айында Алматы қаласында өткен Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпазы. Үстел теннисінен Сапарбек Арайлым шілде айында Алматы қаласында өткен Контендер Алматы халықаралық турнирінің күміс жүлдегері. Цвигун Алиса Алматы қаласында өткен Қазақстан Республикасының қола жүлдегері атанды. Садақ ату спорт түрінде Әсет Адимир Қазақстан Республика чемпионаты мен Қазақстан Республика кубогының бірнеше дүркін жеңімпазы. Неживых Ольга наурыз айында өткен Шымкент қаласындағы Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпазы атанды. 2020 жылға жоспарланған 475 жарыстың 9 айлық көрсеткіші бойынша біздің спортшылар 58 жарысқа қатысып, 255 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 81 алтын, 96 күміс, 78 қола. Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасында біздің спортшыларымыз 95 спортшы өнер көрсетіп жүр. Жастар, негізгі құрамада жастар және жас өспірімдер құрамасында. Добрый день, уважаемые коллеги. Как отметил в своем послании глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, что важнее значение имеет пропаганда здорового образа жизни и развития массового спорта.
Особенно необходимо создать условия для занятия спортом. Все это позволит улучшить здоровье населения. Государство уделяет большое внимание укреплению спортивной инфраструктуры. Важно, чтобы жители были вовлечены и активно участвовали в развитии массового спорта. Государство должно создать для этого все условия. В настоящее время в рамках исполнения поручений главы государства с целью приобщения детей и подростков к спорту, пропаганда здорового образа жизни и подготовка резерва, подчеркну, что детско-юношеской спортивной школе номер 9 Акимата города Астана особое внимание уделяет развитию массового спорта среди детей и подростков. Ознакомлю вкратце о проводимой деятельности предприятия. Постановлением Акима города Астаны от 25 декабря 2008 года была создана детско-юношеская спортивная школа номер 9. В настоящее время в нашей школе культивируется 9 олимпийских видов. Это легкая атлетика, настольный теннис, фехтование, современное пятиборье, триатлон, бадминтон, пулевая стрельба, стендовая стрельба и стрельба из лука. Тренерско-преподавательский состав состоит из 42 тренеров. Из них двое тренеров имеют почетное звание заслуженного тренера Республики Казахстан. Это тренер по фехтованию Чурбаков Андрей и Корчма Галина. А также один тренер по пулевой стрельбе Давгун Ольга имеет почетное спортивное звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан. Остальные тренера имеют соответствующие звания тренера высших, первых и вторых категорий. Контингент спортивной школы на сегодня составляет 693 спортсменов. Из них 9 спортсменов имеют спортивное звание мастера спорта международного класса, 26 спортсменов мастера спорта, 72 спортсмена кандидата в мастера спорта и 157 спортсменов разряда по спорту. Спортсмены спортивной школы показывают высокие результаты как на республиканских, так и на международных официальных стартах. Из них хочу выделить Садакпаеву Адель, спортсменку по стендовой стрельбе. В Марокко в период с 11 по 24 января текущего года в Кубке мира в упражнении скит заняла первое место. В городе Эль-Кувейт текущего года на Кубке Азии на международном турнире Гран-при в упражнении скит заняла личное первое место. По фехтованию Федотов Александр в городе Ташкент в марте месяца на чемпионате Азии среди кадетов и юниоров занял по шпаге командное первое место и личное второе место. И является бронзовым призером азиатских игр, который проходил в Китае. По современному пятиборью Шаульский Давид и Дученко Валерия в городе Кокшетау в июне месяце на чемпионат Азии стали чемпионами Азии. По триатлону Ержанова Диана является победителем чемпионата Азии, который проходил в городе Гонконге, и многократный победитель чемпионата Республики Казахстан. Шабалина Екатерина стала призером чемпионата Азии в Корее, Айнегов Рамазан многократным победителем чемпионата РК. Гордостью нашей школы по легкой атлетике являются наши спортсмены-близнецы Колода Анастасия и Колода Екатерина. Анастасия стала победительницей чемпионата Азии в мае 2023 года в Ташкенте. А Екатерина заняла серебряную медаль данного соревнования. По пулевой стрельбе Суканов Кирилл, многократный победитель чемпионата Республики Казахстан. Бимаканова Аяна стала победителем чемпионата Республики Казахстан в апреле месяца текущего года в городе Алматы. По настольному теннису Сапабек Арайлым стала серебряным призером международного турнира Алматы Контендер. Цвигун Алиса стала бронзовым призером чемпионата Республики Казахстан в сентябре в городе Алматы. По стрельбе из лука Асет Адемир многократный победитель чемпионата Республики Казахстан и кубков. Неживых Ольга в марте месяце в городе Шымкент стала победительницей чемпионата Республики Казахстан. Из 475 соревнований, запланированных в 2023 году, по итогам 9 месяцев наши спортсмены приняли участие в 58 соревнованиях. Общее количество медалей на сегодняшний день достигло 255, из них
81 золота, 96 серебра и 78 бронзы. В 2023 году за национальную сборную Республики Казахстан в основном молодежном и юношеском составе выступает 95 спортсменов. Құрметті әріптестер, енді күнтізбелік жоспарға байланысты осы жылдың соңына дейін жарыстарымыз әлі жалғасады және біздің мектебіміздің спортшылары осы жарыстарда әлі де жүлде әкеледі деп сенеміз. Рахмет Айдын Қайроллаұлы. Құрметті көрермен, сіздердің естеріңізге салып өтеміз. Қазіргі таңда 9 олимпиадалық спорт түрі бар. Атап айтқанда жеңіл атлетика, семсерлесу, қазіргі 5 сайыс, үстел теннисі, триатлон, бадминтон, садақ ату, нысана көздеу, стенд ату түрлері бойынша қазіргі таңда олимпиадалық спорт түрлері болып табылады. Енді келесі кезең сұрақ-жауап кезеңіне көшсек, алғашқы сұрақ спорт, яғни мектептің материалдық техникалық базасы жайлы айтып өтсеңіздер. Спорт мектебіміздің материалдық техникалық базасына келсек, мектебіміздің балансында Бөгенбай 57 мекен жайында орналасқан оқ ату тиріміз бар. 1990 жылғы салынған тир 400 шаршы метрді құрайды. Ол жерде біздің нысана көздеуден спортшыларымыз жаттығады. Қалған спорт түрлеріне біз қала бойынша мына спорт кешендерді жалға аламыз. Рахмет. Келесі сұрақ, қазіргі 5 сайыс бойынша толық ақпарат беріп өтсеңіздер. 5 сайыс спорт түрі Алатау спорт кешенінде жаттығады. Жүрде 2 бапкеріміз жұмыс атқарады. Дученко Денис және Дученко Валентина. Бұл спорт түріне біз 10 жастан балаларды қабылдаймыз. Рахмет. Және де үшінші сұрақ, жеңіл атлетика қай жастан жазылуға болады және қай жерде жаттығу процестері өтеді? Жеңіл атлетика спорт түріне біз 9-11 жастан қабылдаймыз. Жаттығу процесі Тұран 59 мекен жайында орналасқан жаңадан салынған Қазақстан жеңіл атлетика спорт комплексінде өтеді. Сол жерде балалар жаттығып, шеберліктерін шыңдайды. Рахмет. Следующий вопрос от Вечерняя Астана. Когда ездить на соревнования в другие города и страны, почему родители воспитанников школы сами оплачивают содержание спортсменов? Когда ездить на соревнования в другие города и страны, почему родители воспитанников школы сами оплачивают содержание спортсменов? Дело в том, что каждый месяц финансирование у нас составляет порядка где-то 3-4 миллионов. И учитывая вот эти 9 видов, у нас всем как бы не хватает бюджет. Поэтому придется изначально тренера ездить за свой счет. По приезду, по приказу мы оплачиваем те соревнования. Спасибо. Следующий вопрос. Объясните, какие права имеет воспитанник школы обмундирование, командировочное проживание, питание в другом городе? Еще раз. Объясните, какие права имеет воспитанник школы обмундирование, командировочное проживание и питание в другом городе? В другом городе. Ну, это осуществляется в соответствии с правилами командирования бюджетных организаций. То есть расходы на проживание, расходы суточные. Ну, касательно обмундирования, это уже в зависимости от вида спорта и от возраста детей. У нас, насколько я понимаю, кто участвует кто выиграл официальный чемпионат, они же, да, у нас экипируются. На основании рапорта тренера составляется смета, и на основании сметы мы оплачиваем выездные соревнования в других городах, проживание и питание, в том числе проезд. Вот. Обмундирование, допустим, мы, исходя из бюджета школы, мы закупаем через госзакуп, и в первую очередь получают сборники города Астаны. Всех, допустим, мы группы начальной подготовки новых детей, всех мы обеспечивать мы не сможем. В первую очередь мы обеспечиваем сборников города Астаны.
Рахмет. Осымен бізге келіп түскен сұрақтар легі аяқталды. Құрметті көрермен, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, егерде сұрақтарыңыз туындаған жағдайда тиісті басқарманың немесе тиісті спорт мектебінің электронды почтасына немесе бұқаралық әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар, сіздерге жауап береді. Осымен бүгінгі баспасөз мәслихаттың тақырыбы Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 9 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жұмысы тақырыбы аясында өтті. Құрметті қонақтар, алаңымызға келіп басқарма жұмысымен, сонымен қатар спорт мектебінің жұмысымен таныстырғандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға толағай табыс тілейміз. Құрметті көрермен, құрметті әріптестер, осымен бүгінге арналған баспасөз мәслихаты аяқталды. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Жеңісті күндерде жолыққанша.